Саламатсыздарбы балалар? Бүгінгі біздің сынып сағатымыздың тақырыбы «Мен қашықтықтан қалай оқимын және вирустық аурулардан қалай сақтануға болады?» деген сұрақтармен танысатын боламыз. Байлығымыз бала, асылы оның тәрбиесінде. Менің сүйікті де сүйкімді оқушыларым. Ең бастысы, ата-анамызбен біргеміз, аман саумыз. Бізде ұстазымызбен хабарласа алатын құралдарымыз бар. Интернет жүйесіне қосылғанбыз. Оқу құралдарымыз толық қамтылған. Жылы, жайлы, өз отбасымызда оқуымызды жалғастыруға мүмкіндік бар. Ең бастысы денсаулық екенін ұмытпаймыз. Яғни ең бірінші күн тәртібін қатаң сақтаймыз. Үйдегі тазалыққа көңіл бөлуді естен шығармаймыз. Және де сонымен қатар қолымызды, бетімізді, мұрын және ауыз қуыстарын жууды, тамақты шаюды әдетке айналдырып ұмытпағаймыз. Өзіңді вирустан қалай сақтауға болады? Ендеше біз бірінші вирустың қалай жұғатынын біліп алайық. Яғни, жөтелген кезде, түшкіргенде, осы инфекцияға шалдыққандармен байланысқанда вирус жұғады. Сол себепті, яғни вирустан біз сақтану жолдарында қарастыруымыз керек. Вирустан қалай сақтануға болады? Қолды жиі жуу керек. Маска міндетті түрде киіп жүру керек. Және де резиналық қолғап киіп жүреміз. Адамдардан 2 метр алшақ жүру керек. Және карантин уақыты біткенше үйден шықпауларыңызды сұраймын. Қашықтықтан қалай оқимын? Деген сұрақтар мазаласа. Яғни, бұл кезде саған үнемі ойын ойнауда жаныңнан табылатын смартфоның, компьютерің, планшетің көмекке келеді. Сен енді бұл заттардың пайдалы жақтарын көре бастайсың. Әдеттегідей сабақ жаныңда, бірақ ұстазың жоқ. Ендігі сенің көмекшің, ұстазбен байланыстырушың, ол сенің смартфоның, компьютерің, планшетің. Және ең басты кеңесшің, қолдаушың, жәрдемшің, ол сенің ата-анаң. Саған керегі, есте сақтаймыз, жауапкершілік, яғни уақытында сабақта отыру, құралдарыңды алдын ала дайындау, және сенімділік қажет. Сен өзің жалғызбын деп алаңдама, сенімді бол. Еңбекқорлық, кез келген нақты әрекеттен нәтиже шығады. Яғни еңбекқорлық танытсаң, сенің біліміңнен де нәтиже шығады. Шыдамдылық. Желіде проблема болған жағдайда шыдамдылық танытып, ізденіп, ойланып көр. Сабырлылық. Соңына дейін сабаққа белсенді қатысып, тыңдап отыру. Егер сен осы міндеттерді жақсы орындасаң, сенен өте жақсы оқушы шығады. Есті адам өзіне есеп береді, деп Абай атамыз айтып кетіпті. Сабақ аяқталысымен не ұқтым, не үйрендім деген сұраққа жауап іздейміз. Түсініксіз сұрақтың жауабын таба алмаған жағдайда ұстазыңа хабарлас. Және де кері байланыс жасау. Сабақта не үйренгеніңді ата-анаңмен, өзіңнен үлкен аға, апайлармен бөліс. Олар саған қажетті кеңес бере алады. Оқулықты, қосымша білім көздерін пайдалануды үйрен. Қашықтықтан оқыту саған не береді? Яғни, бұл кезде біз онлайн оқудың көздерін үйренесің, қолдана аласың. Және осы онлайн оқу
кезінде сенің жауапкершілігің артады. Өз бетінше жұмыс жасауға дағдыланасың. Күн тәртібін сақтауға үйренесің. Кітап оқуға уақытың көп болады. Ата-анаңмен бірлесе оқып, өзіңнің көрінбеген қабілеттеріңді көрсетесің. Білім алу көздері, яғни балапан, еларна телеарналар, білім порталдары, күнделік газет, WhatsApp және Telegram желілері бойынша біз білім аламыз, балалар. Біз біргеміз. Білім мен сүйіспеншіліктің тоғысқан мекені Алтын Ұя мектебімізде аман-есен кездесейік. Білім алудан жалықпайық, балалар, ерінбейік, ізденейік. Біз біргеміз.